Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып 2 сабақ жаттығуларын орындаймыз. 6 жаттығу. Мұқият тыңда. Сөйлеу мәнері кімге тән екенін анықта. Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Бұл тележүргізушілер. Аузыңды аш, а де. Бұл тіс дәрігерінің айтуы. Ыстық самса алыңыз. Бұл сатушының айтуы. Абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама Абылайхан даңғылы. Бұл кондуктордың дауысы. Ойыншықтарыңды тағы да шашып тастағансың ба? Бұл анасының дауысы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. Ол мұғалімнің айтуы, балалар. Келесі 7 жаттығу. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Самат ауылдағы атасы мен әжесін қатты сағынды. Сол сағынышын тілі жеткенше айтып хат жазбақ болды. Кешкі тамағын ішіп болған соң біраз уақыт теледидар көрді де өз бөлмесіне кірді. Тор көз дәптерден 2 парақ жыртып алды. Ақ қағаздың басына сәлем хат деп жазып қойды да әрі қарай өз ойын, жай күйін әңгімеледі. Қалдеріңіз қалай ата, әже, ауырмай, сырқамай жүрсіздер ме? Көкем жұмысын істеп жатыр ма? Бізде аман саумыз. Өтепберген Ақыпбекұлы. Қатты әрі қарай жалғастырып жаз дейді. Қалдеріңіз қалай ата, әже, ауырмай, сырқамай жүрсіздер ме? Көкем жұмысын істеп жатыр ма? Бізде аман саумыз. Сабағымда жақсы, сіздерді сағынып жүрмін. Атаммен бірге ағаштарды суарып, әжемнің ыстық бауырсағын сағындым. Алдағы демалыста сіздерге барамыз. Аман сау жүріңіздер. Осылай жалғастырсаңыздар болады, балалар. Енді келесі тапсырма 8 жаттығу. Тапсырмалар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асырылғанын тауып көр. Сөйлеу түрі мен оған сәйкес тапсырманың тұсына қосу таңбасын қой дейді. Сөйлеу түрлері ауызша және жазбаша. Балалар, біз 6 жаттығуда ауызша өттіге. Сол себепті біз қосу таңбасын қоямыз. Ал 7 жаттығудың 1 тапсырмасында онда да ауызша өттік. 7 жаттығудың 2 тапсырмасында біз жазбаша түрін өттіге. 9 жаттығу. Оқы. Мәтінді оқуда сөйлеудің қай түрін қолданасың дейді. Алматы қаласынан 70 шақырым жерде Таңбалы тас деген жер бар. Таңбалы тас бірнеше жылғылардан, өзектерден тұрады. Таңбалы тастың жан-жағында сайлар ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Гранит тасқа таутеке, бұғы, киік, жылқы, бұқа және басқалары кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреулері желбірете ту ұстаған 22 сарбаздың суреттері өте әдемі бейнеленген. Аңызға айналған жерлер кітапшасынан. Қарамен жазылған сөздер мәтіндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрғанынан назар аудар. Сол сөздерді басқа сөздермен алмастырып айтып көр. 1 тапсырмамызды орындаймыз, балалар. Яғни бұнда қарамен жазылған мына таңбалы тастың деген гранит деген жазулардың орнына ол, оған деген сияқты сөздерді қолданып жазатын боламыз. Ол бірнеше жылғылардан, өзектерден тұрады. Оның жан-жағында сайлар ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Оған таутеке, бұғы, киік, жылқы және бұқа және басқалардың кескіндері қашалып салынған. Келесі 2 тапсырмасы алғашқы адамдар суреттердің көмегімен сөйлеудің қай түрін жүзеге асырды. Ойыңмен бөліс дейді. Ойыңды жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Сөйлеммен баста дейді. Жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Алғашқы адамдар бір-бірін түсініп, сөйлесу үшін суреттерді пайдаланған. Тастардың бетіне аңдардың, адамдардың бейнелерін салып, сол арқылы сөйлескен. Осылайша жазу пайда болған екен. Келесі 10 жаттығу. Сурет бойынша күзде не болатынын әңгімеле, не болмайтынын айт дейді. Әңгімелеу үшін сөйлеудің қай түрін қолданасың? Күз мезгілінде жапырақтар сарғаяды.
түрлі жемістер пісіп жерге түседі. Адамдар оны теріп алады. Күн жел болып, жапырақтар түсе бастайды. Күз мезгілінде күн суықтайды, бірақ қар жаумайды. Сол себепті балалар ақша қар жасай алмайды. Қар тек қыс мезгілінде жауады. Күз мезгілі бейнеленген сурет бөліктеріне зер салып қара дейді. Осы сурет бойынша 3 сұрақ жаз дейді. Жапырақтар қай мезгілде сарғаяды? Екінші, алмат ағаштан не теріп жатыр? Үшінші, ақша қарды қай мезгілде жасаймыз? Осындай сұрақтарды жазуға болады балалар. Немесе осыған ұқсас өздерің сұрақ қойып жазуларыңызға болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып жазып кетулеріңізге болады. Сабақ ұнаса лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар.